Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін жарты сағатта дайын болатын печеньенің рецебімен бөлісемін. Бізге керекті тағамдар: жұмсақ маргарин, қант, жұмыртқа, ванилин, ұн және шоколад. Ең алдымен май мен қантты араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Ұн мен ванилин салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Шоколадымызды ұсақтап турап аламыз. Шоколадтың жартысын жаңағы массамызға саламыз. Кішкене бөлігін бетіне әдемілікке алып қаламыз. Жақсылап араластырамыз. Қолымызға кішкене ұн сеуіп, қамырдан дөңгелек шариктер жасаймыз. Бетіне жаңағы қалған шоколадымызды салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіреміз. Шоколад қосылған печеньеміз дайын. Жұп-жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.